Сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен бірге аяқтағы ісіктен және варикоздан арылуға арналған жаттығумен танысатын боламыз. Егер сіз ұзақ уақыт отырып немесе тік тұрып жұмыс істейтін болсаңыз, сонымен қатар өзіңіздің мамаңызда, әпкеңізде және апаңызда аяғында варикоз болған болса, міндетті түрде бұл нәрсе сізде де қайталануы мүмкін. Сол себепті де шаршаңқы жұмыс күнінен кейін дәл осы аяқтағы ісікпен ауырсыну сезімдерін дәл осы қысқа комплекс арқылы, яғни арылуыңызға болады. Бұл комплекстен кейін сіз міндетті түрде аяғыңызға бейне бір массаж жасап, массаждан шыққан тәрізді сіз ары қарай терең ұйқыға кетуге дайын болатыныңызға мен сенімдімін. Ендеше тіпті дәл осы жаттығуды өзіңіздің төсегіңізде жатып ақ жасауыңызға болады. Тек ыңғайлы киіміңізді киіп алсаңыз болғаны. Сонымен біз қырындап шалқалаған күйде, яғни жатамыз. Қолды дененің екі жақ жанына қарай қоямын да, содан соң аяқты жоғары қарай көтерем. Енді аяқтың басын кезекпен кезек бірін өзімнен ары, яғни бірін өзіме қарай тартамын. Дәл осындай қозғалыстарды жасаймын. Яғни аяқты төбеге қарай ұшын көтергенімізде аяқтың алдыңғы бөлігіндегі бұлшықеттер созылса, аяқтың ұшын өзімізге қарай тартқанда, тұтас өкшеден бастап, аяқтың артқы бөлігіндегі бұлшықеттердің созылғанын сезінеміз. Дәл осыдан кейін енді аяғымыздың барлық башпайларымен, яғни қозғала бастаймыз. Аяқтың барлық саусақтарын ашып, жауып, қозғаламын. Дәл осыдан кейін кезекпен кезек тіземді бүгемін. Өте жақсы. Тыныстаймын еркін. Енді дәл осыдан кейін қолымды да жоғары қарай көтеремін де, яғни аяғыма діріл, яғни вибрация жасауға тырысамын. Осы арқылы біздегі лимфалық қан айналым жүйесінде жаңағы аяғымыздағы артық ісінулер бізде кете бастайды. Өте жақсы. Аяғымды бір тідеп төмен қарай түсіремін. Қол жалғасты дененің жанында тұрады. Содан соң аяқты өзіме қарай жақындатып, кеудеге қарай тартамын да, жанға қарай ашып, төмен қарай созамын. Дем тартқан кезде өзіме қарай жақындатамын да, жанға қарай ашылып, төмен созамын. Тыныстаймын. Жалғасты. Көздеріңізді жұмып, тыныстау ритмдеріңізді бір қалыпты әрі терең ете түсуге тырысыңыздар. Дәл осыған қарама-қарсы бағытта енді аяғымды қозғаймын. Тұтас біз жамбас ұршық буынын жеңіл қызған сезімін сезінеміз. Бұл яғни жаттығудың дұрыс жасалып жатқанын білдіреді. Екінші аяғымызды дәл солай дем тартқан кезде өзіме қарай тартамын да, дем шығарған кезде жанға қарай ашып, төмен қарай аяғымды соза түсем. Тыныстаймын. Жалғасты. Өте жақсы. Дәл осыған қарама-қарсы бағытта қозғаймын аяғымды. Егер жамбас ұршық буынында қандай да бір жаңағы сықырлаған дауыстар шығып жатса, енді жалпы бұның әртүрлі себеп болуы мүмкін. Яғни газ алмасу болып жатады, сонымен қатар біздегі құрғаған буындардан туындап жатуы да мүмкін. Дәл осыдан кейін енді табанымды дәл осы ковриктің кеңдігінде етіп, екі табанымды толығымен тіреймін, тіземді бүгіп, қолымдегі жақ жаныма қарай созамын да, кезекпен кезек екі аяғымды, яғни жерге қарай жанастыра тигізуге тырысамын. Баспен дәл осы аяғымыздың бұрылғанына қарама-қарсы бағытта басымыз бұрылып қозғалады. Дем тартамын, дем шығарамын. Өте жағымды бел омыртқа тұсындағы созылу сезімін сезінесіз.
Дәл осы жерге дейін бірге жасап жатсаңыз, денедегі бір жаңа ауырсынудың басылып, денеңіздің босаңси түскенін байқайсыз. Міндетті түрде ұйықтар алдында жасауға тырысыңыз. Аяғыңызға шаршаңқылықты, ісінудің барлығын арылуға мүмкіндік аласыз. Дем тартамын. Және дем шығарамын. Жалғасы. Өте жақсы. Дәл осыдан кейін мен енді оң жақ аяғымды жоғары қарай көтеремін және өз балтырымнан ұстап, өзіме қарай аяғымды тартуға тырысам. Тыныстаймын. Балтырымнан жақындатып тартып, тіземді жеңіл бүгіп, жоғары қарай аяғымды соза түсем. Жеңіл бүгемін, жоғары соза түсем. Тыныстаймын. Жалғасты. Өте жақсы. Балтырымнан ұстап, одан сайын тереңірек көзіме қарай тарта түсуге тырысам. Тыныстаймын, бірақ ешқандай да ауырсыну сезімін сезінбейміз, иә? Бізге өте қатты күшену болмауы қажет. Тыныстаймын. Дәл осыдан кейін оң жақ саныма алып келіп, аяғымды тіреп қоямын. Содан соң оң жақ аяқты қозғап, қолыммен өзіме қарай аяқты тартамын. Дәл осылай жаңағы аяғымды бүгіп, жеңіл қатталу орын алады. Тыныстаймын. Сіз ең басты тыныстау арқылы денеңізді босаңсытсаңыз болғаны. Жалғасты. Босатамын. Дәл осылай енді мен сол жақ аяғымды жоғары қарай көтеремін. Балтырымнан ұстап, ең бірінші өзіме қарай жақындатып тарта түсуге тырысам. Тыныстаймын. Содан соң қолымды төмендетіп, өзімнің қылта бөлімінен немесе санымнан ұстаймын да, жеңіл тізені бүгемін және жоғары қарай көтерем. Жеңіл тізені бүгемін, жоғары көтеремін. Жалғастырамын. Кейіннен аяғымды сол оң жақ саныма тіреймін. Содан соң өзіме қарай жақындатамын да, аяғымнан тартып, дәл осындай жеңіл қатталу бізде орын алады. Тыныстаймын. Тыныстау арқылы денеміз босаңси түседі. Ал босаңси түскен сайын біздің бұлшықеттеріміз созылуға мүмкіндік болады. Буындарымызда икемді алуға мүмкіндік туындайды. Өте жақсы. Аяғымды босатамын да, келесі дем тартқанда аяқты түзей, екі аяғымды бірдей өзіме қарай тарта түсем. Тыныстаймын. Тұтас өкшеден бастап, яғни аяқтың артқы бөлігіндегі бұлшықеттердің созылып жатқаны сізге білінеді. Тыныстаймын. Баяу аяғымды төмен қарай түсіремін. Келесі дем тартқанда қолды жаныммен жоғары қарай көтеруге тырысамын.
Енді дем тартқанда бейнес жаңағы қолымның саусақ ұштарынан жоғары қарай мені тартып жатқан тәрізді. Аяғымның, яғни ұшымен төмен қарай мені тартып жатқан сияқты, ал қолымның ұштан жоғары қарай тартып жатқан сияқты, яғни дем тартуда денені ұзартуға тырысамын, дем тартам. Дем шығарған кезде өкшемнен тартып жатқан тәрізді. Қолды дененің жанына қарай төмен түсірем. Келесі дем тартқан кезде қолды көтерем. Аяқтың ұшынан қосып тартып жатқан тәрізді. Дем шығарамын, өкшеден тартып жатқан тәрізді. Дем тартамын. Дем шығарамын. Дем тартамын. Дем шығарамын. Соңғы рет. Өте жақсы. Қолды екі жақ жанымен жоғары қарай, яғни алақан жоғары қаратамын. Аяқты жамбас көлеміндей, яғни босаңсыған күйде аяқ ұштары екі жақ жанға қарай ашылады. Дәл осы бір денедегі жағымды қозғалыстан кейінгі сезімді сезінуге және жүрек соғысының біртіндеп баяулай түскенін, тыныстау ритмінің бір қалыпқа түсе бастағанына барлық назарымызды аударуға тырысамыз. Содан соң оң жаққа қарай қырындап, оң жақ білегімді басымның астына қарай қоямын да, қырындап жалғасты жата тұрамын, қан айналым жүйесін қалыпқа түсіру үшін. Содан соң алақаннан итеріп, жоғары қарай көтерілемін. Дәл осы қысқа жаттығулардан кейін сіздегі аяқтағы, яғни бағанағы сізді мазалап тұрған ауырсыну сезімнің басылып, терең ұйқыға денеңіздің дайын болып тұрғанын байқадыңыз деген ойдамын. Ендеше бұл видео сіз үшін пайдалы болған болса, міндетті түрде лайк басып, өзіңіздің пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Мен сіздерді келер дүйсенбі күні өз каналымдағы жаңа видеода күтетін боламын. Сау болыңыздар.